10-шы тапсырма. Есепте. Бұл бізде үй тапсырмасы. Яғни, сабақты қорытындылау ретінде берілген тапсырма. Есептеп көрейік. 90-нан 67 азайту, 90-нан 50 қосу, 90-нан 2. Яғни бізде осы амал бірінші орындалады, ал мынау екінші. Енді 67-тен 50-ді азайтамыз, себебі бөлімдері өзгермейді. Бізде 90-нан 17 шығады. Ал енді 90-нан 17-ге қосайық, 90-нан 2-ні. Жауабы 90-нан 19. Бұл біріншісі. Ал екіншісін көрейік. 30-дан 23 қосу, 30-дан 5 азайту, 30-дан 19. Бұл да бағанағында есептейміз. Яғни, бірінші амалда 30-дан 28, ал есептейтін болсақ келесі амалды 30-дан 9 шығады. Яғни 30-дан 9. Жанын жазып қояйық. 90-нан 19. Мына жақта 30-дан 9. Бұлай қарасаңыз, мынау да 90, мынау да 90, мынау да 90. Және шыққан мәнінің де бөлімі 90. Бұл жерде де 30, бұл жерде 30, бұл жерде 30, мәнінде де 30. Бұл бөлімі қандай амал қоссақ та, яғни қосу азайту амалдарын қолдансақ, бөлімдері еш өзгермейді деген сөз.